Кайырлы күн достар. Бүгін мына фотоның түсін осылай өзгертуді үйренеміз. Ол үшін приложениемізге кіріп, плюс батырмасын басамыз. Сосын галереяға тап бол, ол жердегі фотоларымыз, яғни өзіміздің керекті фотомызды таңдап аламыз. Сосын осындай реклама шықса, X батырмасын басып шығып кетуге болады. Енді эффекті бөліміне өтіп, ол жерден цвет батырмасын бассақ, замена эффекті шығады. Сол жерден пипеткамен өзімізге керекті түсті таңдап алсақ, бигнопты жүгіртіп, сол жерден кез келген түске ауыстыруға болады. Көріп тұрғандарыңыздай, жасыл бүкіл түс бар. Мен мына жерде көкшіл түсті таңдағым келіп тұр. Таңдадым. Сосын экран бір бассақ, өшіргіштің сурет шығады. Сол жерге, яғни мынадай артық жерлерді өшіріп тастауға болады. Сол жерден міне біздің фотомыз дайын. Сохранить етіп аламыз. Приложение называется PixArt.